Үйге берілген тақырып қандай болды сендерге, Кәнеки? Біздің бұрынғы тақырыбымыз, өткен тақырыбымыз бұл Мұхтар Әуезов туралы тақырып. Мұхтар Әуезов, қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов болатын, Мейіржан? Және де Абай жолы. Абай жолы романы. Жақсы, жарайсыңдар. Дәптерлерге өткен сабақтың тақырыбын барлығын естеріңе түсіріп алдыңдар, Енді мен сендерді мына бір әдіс арқылы өткен сабаққа кішкене шолу жасауға шақырамын. Жақсы ма? Бұл бізде айнымалы барабан әдісі деп аталады. Кім оған жауап береді? Қолын көтерсінші. Әнел, жақсы. Әнел, саған барабанды айналдырайын. Орныңнан тұра қой. Әнел. Саған қандай сұрақ келді? Роман қалай аталады? Роман Абай жолы. Мұхтар Әуезовтің ең үлкен кітабы, романы Абай жолы деп аталады. Жауап бергісі келіп тұр. Мейіржан, дайынбыз ба? Неге балалар? Үй тапсырмасы бойынша айнымалы барабанды айналдырайын. Сосын ары қарай өздерің жауап бере жатасыңдар, Мұхтар Әуезов кім? Бізде Мейіржан өткен тақырып бойынша өз ойын айтқысы келіп тұр екен. Тақтаға назар аударайын, мен барабанды айналдырайын, Кәнеки. Мейіржан саған айтады, болашақ жазушы Абайдың өлеңдерін неше жасынан жаттап өсті? 6 жасынан бастап жаттап өсті. Кім жауап бергісі келеді? Кәнеки тапса. Мұхтарды кім тәрбиеледі? Мұхтарды әжесі мен атасы тәрбиеледі. Әжесінің есімін білесің бе? Әжесінің есімі Дінасыл. Дінасыл. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбын мен сендерге жай ғана хабарлағым келіп тұрған жоқ. Мына жерге бірнеше кітаптар галереясын ашып отырмын. Осы галереяға назар аударайықшы. Мынау жаңағы өзіміз өтіп жатқан ұлы жазушы, қаламгер Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы, Абай жолы романы кітабы. Мына жердегі де мінекей Абай аталардың үлкен кітабы, Мұхтар Әуезовтің тағы да міне Абай жолы романының 4-ші томы. Абай жолы романы неше томнан тұрады? 4 томнан тұрады, жақсы. Міне қазақша нұсқасы бар. Мына жерде орыс сыныптарына арналған, орыс сыныптарына арналған мінекей Абай жолы романы оқулығын көріп тұрсыңдар. Жақсы ма? Ал енді осы кітаптар галереясына қарап, бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай болады деп ойлайсыңдар? Кім оған жауап берсе? Кәнеки Ерасыл. Біз тақырыбымыз Мұхтар Әуезов туралы. Мұхтар Әуезов. Тағы да кім өз ойын ары қарай айтқысы келеді? Сабақтың тақырыбы қалай аталады екен? Мұхтар Әуезов Абай жолы. Абай жолы, жақсы. Жарайсыңдар балалар. Өте тамаша. Әрине, барлықтарыңа бүгінгі сабақтың тақырыбына назар аударыңдар. Мұхтар Әуезов Абай жолы романы қайтқанда тарауынан үзінді деп аталады. Олай болса, дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күнді жазып беріңдер. Сабағымыздың тақырыбын білдік. Ал енді бүгінгі осы сабақты сендер нені білгілерің келеді? Кәнеки, кім айтады? Мәлік, Кәнеки. Мен осы сабақта Абай Құнанбаев кішкентай кезінде қандай болғанын білгім. Жақсы, тағы да сабақтан не күтесіңдер, Мейіржан? Ал мен осы сабақта мен Абайдың 3-ші томын білгім келеді. Жақсы балалар. Яғни қазақтың ұлы жазушысы, қаламгер Мұхтар Әуезов осы Абай жолы романын жазуға аз уақыт жұмсаған жоқ.
Ол осы романды жазу үшін 30 жыл өмірін сарқылған екен. 30 жыл өзінің уақытын арнаған екен. Яғни бұл Абай жолы романы 4 томнан тұрады. Сабағымыздың мақсатына назар аударайықшы, балалар. Тірек сөздер мен мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерген мәселені болжау, тақырып бойынша сөз әдебі мен сөйлеу мәдениетін формаларын білу деп аталады. Мінекей, біздің бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты осылай аталады екен. Жақсы. Балалар, кәнекей, барлығымыз назарымызды тақтаға аударайық. Абай жолы қайтқанда тарауынан сендерге қысқаша үзінді тыңдаттым деп отыр. Назарымызды тақтаға аударайық. Қырықтың ішіне жаңа бір сегіз тартып қалған сары қызыл бәйбіше жаңағы дауыстарды көресті. Өз үйінен шығарда төрде отырған енесі Зерені де хабарландырып, сүйемерде өтке шықты. Құлағы көптен мүкіс тартқан кәрежесінің ең бір жақсы көретін немересі Абай. Оны есінен шығармай, дұғасына кіргізіп тілеуін тілеп отыр. Балалар, бүгінгі сабақтың тағы бір ерекшелігі, сендер басқа да сабақтарда үнемі өздерін бағалап жүрсіңдер, бағалау парағы әдісі арқылы. Қазір алдарыңа таратып беремін. Балалар, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздеріне назар аударайықшы. Біз сабақты бастамас бұрын үнемі жаңа сөздермен таныс боламыз, Кәнекей, менімен бірге. Асы, аш, қай, вернис, түс, цвет. Бұл сөздердің барлығы сендерге таныс ба? Иә. Мінекей, балалар, мәтінмен жақсы таныстық, мәтіннің не жай екенін де білдік. Енді маған назар аударыңдаршы. Осы жерде мәтінде анасын 3 жыл бойы көрмеген Абай сағынышпен ең алғаш анасына жүгірген кезде, анасы, жоқ балам, анадай жерде әкең тұр, ең бірінші әкеңе сәлем бер деді, Сол кездегі, осы жердегі анасының көрегендігін сендер қалай байқадыңдар? Анасының қандай іс-әрекетін байқадыңдар? Кәнекей, кім жауап береді маған? Кәне, Анел. Анасының мейірімі. Өте жақсы, анасының мейірімділігі. Тағы да. Кәнекей, Мәлік. Абайдың анасы ұлтты сақтайды. Сол үшін. Ұлтты сақтайды, сол үшін ба? Жарайды. Ол ойынды да келсек тағы. Анасының қандай іс-әрекетін байқадыңдар, балалар? Ең алдымен әкеге сәлем бер деді, Отбасындағы ең үлкен тұлға кім бізде? Әрине әкеміз, Осы жерде анасының тәрбиелігі, анасының көрегендігі байқалып тұр, Өзінің де баласына деген сағынышы болса да, ең бірінші әкеге сәлем беру керек екенін баласына айтты. Баласына соны жеткізе білді. Жақсы ма? Олай болса, балалар, оқулықтарының 22-ші бетін аша қойыңдар. Қазір жазылым. 22-ші бетін ашайық. 9-ші тапсырма. 9-ші тапсырма. Мәтіннен деректі және дерекші зат есімдерді, көптік мәнді есімдерді тауып, Балалар, 9-ші тапсырманы мынау үлестірме қағаздары арқылы орындап шығуларын керек. Бірінен тақтаға назар аударайықшы. 9-ші тапсырманың дескрипторы жалпы 2 балмен бағаланады. Деректі және дерексіз зат есімдерді мәтіннен таба алады және сөздерді сауатты жазуларын керек. Міне. Бағалау парақшаларында сендерді 2-ші тапсырма 2 балмен бағалайсыңдар. Жақсы ма? Кәнекей, іске сәт тапсырманы орындайық. Балалар, 9-ші тапсырманы орындап біттік па? Олай болса, дайын болсақ, Кәнекей. Бастай қойшы, Жанерке. Бізде деректі зат есім. Телғара, әке, Абай, апа. Жақсы. Дерексіз? Дерексіз зат есім. Тілек, білім. Ал көптік мәнді есімдер ақыл, хабар. Жақсы. Дайынбыз ба? Тағы. Кән, Ақсұлу. Дерексіз зат есімі. Телғара, Абай. Деректі. Телғара, Абай, апа. Дерексіз зат есімі. Мінез, ақыл. Жақсы, балалар, 9-ші тапсырманы орындап тұрсақ, оқулықтағы 20-ші беттегі 3-ші тапсырмаға назар аударайықшы.
Өткен сабақта мен сендерге мынадай тапсырма берген болатынмын, иә? 5 және 7 сынып оқушылар арасында Абай мен Мұхтар жайлы, олар қаншалықты толыққанды білетінін, Абайдың кім екенін, Мұхтар Әуезовтің кім екенін білетіндігі туралы 5, 6, 7 сыныптар арасында сауалнама жүргізу туралы сендерге тапсырма берген болатын, иә? Орындадық па? Сауалнаманы жүргіздік па? Иә. Жақсы. Кәнеки. Кім маған жауап береді? Жанерке тұра ғой. Мен 5 мен 7 сынып оқушылар арасында Абай Құнанбаев және Мұхтар Әуезов туралы, олар кім, сол туралы Қандай шығармалар туралы сауалнама жүргіздім. Тақтаға шығып, сауалнама нәтижесімен таныстыра ғой, иә? Кәнеки. Балалар назар аударайық. Сауалнама нәтижесі 5 сынып 82%, 7 сынып 79%, ал 6 сынып 91%-ға дұрыс жауап берді. Сауалнамада сенде қандай сауалдар болды, Кәнеки? Абай Құнанбаев кім? Абайдың қандай шығармаларын білесің? Мұхтар Әуезов жайлы білесіз бе? Мұхтар Әуезов туралы ең үлкен кітабы қалай аталатынын, Абай жолы романы туралы романы неше томнан тұрады? Мінекей, нәтижесі балалар назар аударайықшы. Жақсы балалар, иә? Мінекей бүгінгі сабағымыздың да соңына жетіп қалдық. Сендермен ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің аты әлемге танылған, Абайды әлемге танытқан Абай жолы романының қысқа да болсын бірінші томымен танысып шықтық, иә? Қалай аталады өзіңді? Қайтқанда деп аталады, иә? Олай болса, бүгінгі сабақты қорытындылайын, сендерге еркін микрофон ойынын пайдаланғым келіп отыр. Мінекей, қолдарыңа микрофонды алып, бүгінгі сабақтан не білдіңдер, не үйрендіңдер, болашақта тағы да нені білгілерің келеді. Осы жайында өздеріңнің ойларыңды білгілерің келіп отыр. Жақсы ма? Жақсы, Кәнеке қапса, бүгінгі сабақтан не үйрендің, не білдің? Орныңнан тұра ғой. Біз бүгінгі сабақта қайтқанда тарауының өзінде оқыдық. Ол өзінде Абай өзінің Абай өзінің оқуынан қайтқан кезі болады. Біз ол кезде Абайдан ата-анасына деген сағынышын, әжелеріне сағынышын көрдік. Және де анасының мейірімділігін, оның көрімділігін көрдік. Жақсы балалар, жаңа сабақтың басында мен сіздерге бағалау парағын таратып берген болатынмын, иә? Сол арқылы бүгінгі сабақта өздерің бағалап шықтыңдар. Кәнеки, кім өзін қаншалықты бағалап екен? Жақсы, Ерасыл. Мен жазбаша орындау 1 балл алдым. Ауызша жауап беруден 1 балл алдым. Оқылым 4-ші тапсырма 1 балл. Жазылым. Жалпы балың қанша сенің? Жалпы балым 9 балл. 9 балл, иә? Жақсы, өзің 9 баллы жүйемен бағаладың. Кәне Олжас, жалпы қанша балмен бағаладың өзіңді? Өзім 9 балл. Жақсы. Қай тапсырмаларда сен кішкене қиналдың? Мен 9-ші тапсырмаға қиналдым. 9-ші тапсырманың орындау барысында кішкене қиындық туындады, иә? Жақсы, ертеңгі сабақта қайталап жүрміз. Кәнеге қапса? Мен өзімді 10 балға бағаладым. 10 балды жүйемен бағаладың, иә? Маған барлық тапсырмалар оңай болды, және маған бәрі жеңіл болды. Жақсы жарайсың. Тәнін, Ержан. Мен өзімді 9 балмен бағаладым. Жазбаша орындауы 1 балл. Ауызша жауап беру 1 балл. Оқылым 4-ші тапсырма 2 балл. Жазылым 5-ші тапсырма 2 балл. Және де соңғы тапсырма 9-ші тапсырма 3 балл. 3 балл, жоғары балл өзі 3 балдық жүйемен бағаланады. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса балалар, күнделікті ашып, ертеңгі сабаққа үй тапсырманы жазып алыңдар. Үйге сендерге берілетін тапсырма отбасындағы әдеп тақырыбында эссе жазып келесіңдер. Жарай ма? Жаза қойыңдар, Кәнеке. Олай болса балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.